Қайырлы күн, құрметті оқырмандарым, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Айгерім. Бүгін мен сіздерге өте дәмді духовкада пісетін кешкі астың рецептімен бөлісемін. Түскі асқа да жасай берсеңіздер болады. Өте дәмді, жұмсақ, іші толықтай пісетін дәмді тағам болып шығады. Міндетті түрде видеоны соңына дейін өткізбей қарап, каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Алдымен картошкамызды тазартып, қабығын ашып жуып аламыз. Содан соң видеодағыдай осылай дөңгелек етіп турайсыздар. Кәдімгі пышақпен де турауға болады. Және де картошканың қалыңдығын орташа етіп тураңыздар. Өте жұқа болып кетпесін, және де қалың болып қалмасын. Көлемі осындай орташа қалыңдықта болуы қажет. Енді фаршын дайындаймыз, яғни котлеттерін тартылған етке ұсақталған пиязды қосамыз. Содан соң укроп, және де тұз, қара бұрыш, және де тәтті паприка қостым. Енді осының үстіне панировочный сухариден 2 ас қасық қосасыздар, және де тартылған қызанақ 1 ас қасық қостым. Егер де кәдімгі свежий помидор болатын болса, соның біреуін алып, майдалап турап салсаңыздар болады. Міндетті түрде алдымен қабығын ашып тастап, сосын саласыздар. Осылай видеодағыдай жақсылап біркелкі масса болғанша толықтай араластырып аламыз. Енді котлеттерімізді жинайтын боламыз. Ол үшін қолымызбен аздаған бөлігін алып, жаңағыдай видеодағыдай осындай дөңгелек форма жасаймыз. Өте қалың емес, орташа қалыңдықта жасайтын боламыз. Енді жаңағы формамызға картошкамызды, содан соң котлетімізді бір-бірлеп осылай орналастырып шығамыз. Картошкадан арасына 2-3 тілімнен салсаңыздар болады. Және де ең алдымен котлеттердің бәрін дайындап алатын болдым. Осылай барлығын алдын ала дайындап алдым котлеттеріміздің формасын жасап. Енді толықтай формамызға жинайтын боламыз. Егер үйіңізде отбасыңызда адам көп болса, картошканы арасына 4-5 салсаңыздар болады, арасы толықтай пісетін болады. Осылай картошкамызды етін барлығын толықтай жинап шығамыз. Сонымен қатар менің каналымның алға қарай дамып жылжуына өз үлесіңізді қоса кетіңіз. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, осы видеоға лайк басып, комментарий бөлімінде өз пікіріңізді қалдырыңыз. Және де осы видеоны достарыңызбен де бөлісуді ұмытпаңыздар. Міне осымен барлығын видеодағыдай асықпай жайлап жинап шықтым. Осы кезде духовкамызды алдын ала 200 градусқа астын үстін бірдей қыздырып қоясыздар. Енді барлығын жинап, барлығын орналастырып болдым. Ендігі кезекте арасына құятын соусын дайындайтын боламыз. Ол үшін ыдысымызға ең алдымен тұз саламыз. Бізде картошкамызды тұздамағандықтан міндетті түрде тұз салыңыздар. Одан соң тартылған қызанақтан 2,5 қасықтай құйдым, және де қайнап тұрған ыстық су құясыздар. Енді осының барлығын жаңағы массамыздың үстінен құясыздар. Тартылған қызанақты томат пастасымен алмастыруға болады. 200 градуста осылай 50-55 минутта пісіп шығады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай керемет дәмді қызарып пісіп шықты. Өз қалауыңыз бойынша аскөк салсаңыздар болады. Және де осыны жаңағы тарелкемізге салып, отбасыңызға ұсына берсеңіздер болады. Өте дәмді, керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін қарағаныңызға рахмет. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, жанындағы қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Ас болсын!